Көзіңіз қышып, суланып кетсе, назар аударыңыз. Көзіңіз қышынып, су ағып тұрса, абай болыңыз. Көз аллергиясы бұл маусымдық немесе жыл бойына болатын көз ауруы, ол әдетте судың ағуы, шағуы, қышуы және көзде заттың болуы сияқты белгілермен байқалады. Көз аллергиясын емдеуде аллергияның пайда болу кезеңі, бұл белгілердің басқа аурумен байланысы, егер бар болса тексеріліп, соған сәйкес ем тағайындалуы керек. Көз аллергиясының түрлері мен белгілері. Маусымдық аллергия. Бұл адамдар арасында жиі кездесетін аллергия түрі. Жыл мезгіліне қарай өзгеретін тозаң мөлшеріне байланысты мөлдір ағу, сулану, қышу, көздің қызаруы байқалады. Осы белгілерге байланысты көздің астындағы қара шеңберлер, қабақтың ісінуі және ісінуі байқалады. Көктемгі аллергия. Бұл маусымдық аллергияға қарағанда, аллергияның белгілері жыл бойы байқалатын, және оның емделуге де, адамның өмір сүру деңгейіне де әсер ететін ауыр түрі. Көктемгі аллергия түрінде, аллергияның бұл түрі әдетте халықтың отбасында байқалады. Ыстық климатта жиі кездесетін бұл ауру, елімізде де көп адамдарда кездеседі. Балаларда байқалса және емделмеген болса, көру қабілетінің бұзылуына келуі мүмкін. Ұйқыдан кейін қабақтың адгезиясы. Көздің шамадан тыс күйіп қалуы, көздің қатты қышуы, қызаруы, көзге шырыш жиналуы сияқты белгілермен байқалады. Көп жылдық аллергия. Көп жылдық аллергияда адам саңырау құлақ, шаң, қауырсын, мамық киім сияқты заттарға сезімтал болып, көзінің қызаруы мен ауырсынуын сезінеді. Бұл жыл бойы сақталатын аллергияның тағы бір түрі. Адам жыл бойы көздің жарық сезімталдығы мен ауырсынуын сезінеді. Симптомдар маусымдық түрде төмендемейді немесе жоғарыламайды. Аллергиямен байланысыңыз. Бұл дәрігердің бақылауынсыз және ұсынысынсыз адамға жарамсыз контактілі линзаларды қолданғаннан кейін пайда болатын аллергия түрі. Бұл линза материалының сапасыздығына байланысты жыртқыш ақуыздар линзаға жабысқанда көрінеді. Линзаларды кию кезінде ыңғайсыздықтың жоғарылауымен, көздің қызаруы, шырыштың жиналуы, қышу, жану, шағу байқалады. Үлкен папиллярлық аллергия. Гигант папиллярлық аллергия контактілі линзаларды қолдануға байланысты аллергияның басқа түрі, ішкі қабақта папула мен сұйықтық қапшықтары пайда болатын жағдай. Бұлыңғыр сурет, көздің ісінуі, қышу сияқты белгілер байқалады. Атопиялық аллергия. Атопиялық аллергия атопиялық дерматит, астма, аллергиялық ринит, тағамдық аллергия сияқты басқа аллергиялық жағдайлары бар адамдарда байқалады. Аллергияның бұл түрінде адамның отбасы мүшелерінде аллергия кездеседі. Қабақтың терісінің масштабталуы, қызаруы. Көз аллергиясының диагностикасы және емі. Көз аллергиясын емдеуде диагноз қою және мәселенің себебін анықтау өте маңызды. Адамның көз айналасындағы шағымдары маусымға байланысты ма, қоршаған ортадағы заттардың көбеюіне байланысты ма, әлде объективке немесе көзге зат түскеннен кейін пайда болатын шағымдардың болуын дәрігер сұрайды. Көздің аллергиясын диагностикалау процесінде диагноз микроскоппен жасалады, өйткені көз инфекцияларында бірдей белгілер байқалады. Аллергияға байланысты дамитын көпіршіктер көзде анықталады, ыңғайсыздық инфекцияның ықтималдығынан тазартылады. Аллергия тудыратын затты анықтауда адамның терісіне аллергенді заттарды енгізу арқылы организмнің реакциялары байқалады және аллергия тудыратын затты анықтауға болады. Диагноз қойылғаннан кейін аллергия тудыратын зат анықталып, адам осы заттардан алшақ ұсталады. Бұл кезеңде дәрігер су қолдануды, көз жасын төгетін ерітінділерді ұсынады. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.